Барлықтарыңызға сәлем қыздар, біз бүгін попа донер дайындаймыз. Арықтап жүрген кезде фастфуд жегіміз келуі мүмкін. Донер или пицца деген сияқты, бірақ шешім бар. Кафедегі донерлерден дәмі кем емес, ерекше дәмді шығатын, пайдалы, калориясы аз, әрі майонез қосылмаған, қытырлаған попа донер дайындаймыз. Давайте кеттік. Видеоны қарамас бұрын парақшама тіркеле кетіңіздер. Керемет пайдалы рецепттермен керемет результаттар бар. Ең алдымен осылай етті ұзынша етіп турап қоямыз. Кез келген төлдің еті немесе құс етімен жасауға болады. Алдымен тәтті бұрышты аламыз. Кез келген дүкендегі тәтті бұрышты алып осылай кубиктап тураймыз. Жуаны да турап алдын ала дайындап қоямыз. Алдын ала қызанақты жуып, кесіп, салмасына дайындап қоямыз. Қызып тұрған табамызға аздаған зығыр маймен дәл осылай сылап алып, турап қойған етімізді салып, жақсылап араластырып, қызарғанша қуырып аламыз. Аздаған тұзын да себеміз. Қызарып болып қуырылғаннан кейін үстіне аздаған суын құйып, бір жарты сағатқа піскенше қайнатып қоямыз. Оның алдында сметана мен соусын дайындаймыз. Сметана, чеснок және укроп. Үшеуін жақсылап араластырып, алдын ала дайындап. Тағы да қызып тұрған табаны майлап, үстіне турап қойған жуамызды және де тәтті бұрышымызды салып, жақсылап қызартып, жаңағыдай қуырып аламыз. Дәмдеуіштер қосамыз. Менде дәмдеуіштер кориандр және де паприка. Аздаған тұз қоссаңыздар да болады. Барлығын жақсылап араластырып, үстіне тағы да бір бокал суымызды құйып, 15-20 минутқа суы сарқылғанша піскенше қақпағын жауып қойып қоямыз. Дәл осылай суы тарқап піскеннен кейін үстіне піскен етімізді салып, араластырып, дайындап қойған қызанағымызды салып, жақсылап араластырамыз. Маған кішкене тұзды болған ұнайды, сондықтан да аздаған тұз қосамын. Содан кейін дайындап қойған соусымызды салып, астын өшіріп, дәл осылай араластырып, салмасын дайындап қоямыз. Алдын ала лавашты дөңгелектеп кесіп дайындап қоямыз. Ортасына салмамызды саламыз. Бұл жерде сыр салсаңыз да, салмасаңыз да болады. Жақсылап орап, жұмыртқаның сарысымен жақсылап сылап шығамыз. Жұмыртқаның сарысымен жақсылап сылағаныз жақсы, өйткені қытырлап өте дәмді болады. Үстіне кунжутты алып, әдеміреп сеуіп қоямыз. 180 градусқа қызарғанша 5-6 минутқа салып алсаңыз болады. Дайын болған донер қытырлап өте дәмді болып шығады. Салмасының дәмінің өзі тіптен ерекше. Міндетті отбасыңызға пайдалы әрі дәмді донерді жасап көріңіз. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, лайк және комментарий қалдыра кетіңіздер.